Баршаға сәлем. Бүгін біз өте дәмді, ерекше, тез дайындалатын кекс дайындайтын боламыз. Ұнаса лайк басып, коммент қалдырып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда бұдан да өте ерекше рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен заттарымызды дайындап алайық. Кексімізге ашыған айран мен 2 қасық майонез, 4 жұмыртқа, шекер және ұнымыз, қопсытқышымыз керек болады. Алдымен айранымызды осылай әдемілеп құйып, үстінен 4 жұмыртқамызды салып, үстінен шекерімізді, яғни мен өзім 1 пиала шекер, яғни 200-250 грамм осындай шекерімізді салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Осындай 1-2 массаға дейін жақсылап араластырып болған соң, үстінен 2 қасық майонезімізді салып араластыратын боламыз. Бұл жерде мен өзім майонезді көзбен өлшеп қойған болатынмын. Осылай 2 қасық майонезімізді салып, майонезді салу себебім тез көтеріледі және өте жұмсақ болады. Оның үстіне ұнымызды салып, бір рет араластырып алып, үстіне қопсытқышымызды салып дайындайтын боламыз. Қопсытқыш, яғни разрыхителімізді дайындап қоятын салып, оның үстіне керек мөлшерде тағы да ұнымызды салып, қоймалжың қою етіп жақсылап араластыратын боламыз. Осындай дайын болған смесімізді, яғни қою табамызды одан соң қыздырып, пешімізді қыздырып 200 градусқа қоямыз да, осылай формаларымызды жақсылап майлап аламыз. Әрқайсысын осылай майлап шығамыз да, формамызға толтырмай әдемілеп 1,5 немесе толып тұрған 1 қасық осылай құямыз. Бұл жерде біздің формамыз толып кетпеуі керек, жартылай ғана толуы керек. Өйткені көтеріліп, ары қарай кексіміз ағып кетпес үшін осылай дайындап, әрқайсысын құйып аламыз. Дайын болған формамызды қызып тұрған пешімізге әдемілеп салатын боламыз. Мінекей осылай әдемі болып көтеріліп шығады. Майонезді қосқан себебім осы, өте тез көтерілетін болады. Мінекей осындай дәмді, әрі балғын, тәтті, ерекше, жұмсақ кексіміз дайын болды. Ұнаса коммент қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар.